Қытай шекарасынан Қазақстанға заңсыз өтіп істі болған Сайрагүл Сауытбай әлем назарын аударды. Швециядан пана тапқан ол Стокгольмде өткен халықаралық жиында қайта тәрбиелеу лагеріндегі сұмдық жайттардың бетін ашты деп жазады Замана басылымы. Мәжбүрлі түрде қайта тәрбиелеу лагеріне келген оның айтуынша ол жерде 2500-ге жуық адамдар болған. Барлығы да кінәсіз адамдар. Ең кішісі 13 жастағы бала болса, үлкені 84 жасқа дейінгі қарттар екен. Ерлер, әйелдердің барлығының шашы тақырлап алынып тасталған. Қолдарында, аяқтарында кісен. Осыны мектеп деуге бола ма, дейді Сайрагүл. Сондай-ақ ол лагердің өзіндік ережелері барын, оны бұзған адамды ауыр жаза күтіп тұрғанын айтты. Цемент пен бетоннан құйылған еденге жұқа палас төселіп, адамдар соның үстіне ұйықтайды екен. Одан соң сол жердің тәртібі бойынша бір адам 1 шаршы метр жерге жату міндеттелген және оң қырымен ғана. Таң атқанша қозғалмау керек. Егер қозғалатын болса, онда ауыр жазаға ұшырайды. Сонда бір кішкене ғана бөлме ішінде 16, 17, 20-ға дейін адам жатады қысылып. Тек қана оң жағымен жату міндеттеледі, деді ол. Сонымен қатар лагердің әр камерасында бір шелек қойылып, 20 адам соған дәрет шығаратын көрінеді. Тіпті белгіленген 2 минуттан артық отыруға болмайды екен. Дәретханаға отыру уақыты 2 минуттан асып кетпеу керек. Міне осы себептерден үлкен дәреті, кіші дәреті, қыстап денеге тарап кету, дәретке уланып қалу, микроб тарап кету деген аурулар ол жерде жетеді. Әр күні 3 уақыт тамақ беріледі. Бір уақытта тамаққа 1 тілім нан және күріштің суы, немесе көк шөптің суы 1 шөміш бір адамға. Сол ғана беріледі 3 уақыт тамаққа, деп сұмдықтармен бөлісті. Сайрагүлдің айтуынша, әйелдер мен қыздарды зорлау оқиғасы лагерде күнделікті болып тұратын көрінеді. Сондай-ақ ол ешқандай камерасы жоқ, қамауда жатқандарды қинауға арналған қара бөлме барын айтты. Қара бөлмеден жылаған, құтқарыңдар деп айғайлаған сондай аянышты дауыстарды біз 24 сағат естіп тұрамыз. Кеткен адамдардың кейбіреуі өте әуір жағдайда қайтып келеді. Тырнақтары жұлынған, беттері қан. Одан кейде өте ауыр жағдайда келеді ол кісілер. Келгенде сүйреп әкеліп тастайды. Ол кісілер бірнеше күн қозғалмай жатады, тұра алмайды орындарынан. Шеге үшін жоғары қаратып қадаған қара орындықтар болады. Соған адамды зорлап отырғызып, таңып қоятын, сондай қинайтын, тоқ таяқпен ұратын, тоқ соқтыратын түрлі қинау тәсілдері сол қара бөлме ішінде жүргізіледі. Ал кейбіреуі қайтып келмейді. Із-түзсіз содан кейін қайтып көрген жоқпын. Олар сонда жазықсыз қинау барысында өліп қалды деп ойлаймын. Ол жерден кішкене балаларға дейін, қарттарға дейін, сонымен бірге жазушылар, ақындар, кәсіпкерлер, ірі тұлғалар, байлар, қоғамның әр саласының адамдарын табуға болады, деді Сайрагүл Сауытбай.